Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай да миксерді, қымбат сілекейді қажет етпейтін, құрамы қолжетімді, өте дәмді болып шығатын үлкен шоколадный торттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға бірінші айранымызды құйып аламыз. Мендегі айран қолдың айраны, байқасаңыздар кішкене қоюрақ. Осыған жарты шай қасық содамызды қосып араластырамыз. Үсті көпіршіп, кішкене реакция жүретін болады. Үстінен қантымызды және жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаның көлемі менде С2 болғандықтан 3 жұмыртқа қостым. Жақсылап араластырып аласыздар. Кейін сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырасыздар. Одан кейін електен өткізілген ұнымыздың, өлшеп қойған ұнымыздың жарты бөлігін қосасыздар, және де 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, іртік қалмайтындай етіп, түйіршіксіз жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстінен електен өткізіп какаоымызды және де жаңағы ұнымыздың жарты бөлігін қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне осындай масса болады. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да бір келкі болғанша тағы да араластырамыз. Міне осындай масса шығады. Енді осыны мендегі форманың диаметрі 25-30, астына фольга төсеп, осы 4 бұрышты формамызға құйып аламыз. Осы кезде алдын ала пештеріңізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Міне барлық шетіне, шет-шеттерін барлығын тегіс етіп, бір келкі етіп орналастырып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіп шығады. Бисквитіміз піскенше кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 20%-дан жоғары кез келген қаймақ қажет болады. 400 грамм және де осының үстінен любовинка деп аталатын варенканы 220 грамм қостым. Три желания деп фирмаларынкін қолдансаңыздар болады. Және де менде тоңазытқыштан қазір ғана шыққаннан кейін кішкене қоюрақ болып тұр. Осындай фирмасы жақсы қою варенка қолданатын болсаңыздар, сіздерге айта кететінім, бірінші варенканың өзін жақсылап осындай венчикпен немесе миксермен жақсылап түйіршіктерін кетіріп, араластырып алып, барып үстінен қаймақты қосыңыздар. Сол кезде кремдеріңіздің қоюлығы жоғалмайтын болады. Мен өте ұзақ араластырғаннан кейін кішкене осылай крем сұйықтау болып қалды. Бірақ ол ештеңе етпейді. Осы уақытта біздің бисквитіміз пісіп шықты. Осында ағаш таяқшамен тексергенде құрғақ болып шықса, пісті деген сөз. Алып толық суытасыздар. Суытқаннан кейін барып қана осылай формадан шешіп аласыздар. Егер де жасап жатсаңыздар, осындай 4 бұрышты форма болмаса, 26-28 диаметрлік домалақ формаға да жасай беруге болады. Міне шешіп алдық. Енді үстіндегі осылай кішкене томпайып тұрған шапкашын біз кесіп алатын боламыз. Оны біз қазір крошка жасағанға пайдаланамыз. Егер де осындай асты ашық формаға пісіріп жатсаңыздар, сұйық бисквиттарды астына осындай фольга төсеген дұрыс. Сол кезде ағып кетпейтін болады. Міне толық суытып алғаннан кейін өткір пышақпен осы бисквитімізді теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп барлығын осылай көрсетіп жатырмын, және де кететін құрамдарын видео астына описанияға қалдырып кететін боламын. Міне өздеріңіз байқасаңыздар, іштері осындай тесік-тесік болып өте әдемі болып пісіп шыққан. Енді кремімізді құйып жағамыз. Крем осындай сұйықтау болатын болса, бисквитқа сіңіп кішкене көбірек кететін болады. Осылай аямай жақсылап жағып аласыздар да екінші бөлігін үстіне орналастырасыздар. Қалған бөлік кремін үстіне шет-шетіне жететіндей етіп қалдырып қоясыздар. Мен сіздерге көрсету үшін кішкене ортасына көбірек құйдым да, қазір сіздерге кішкене крем жасап көрсететін боламын. Шет-шетіне жаққанға
Міне осындай сметана 100 граммдай алдым. Енді осындай сгущенка қолданатын болсаңыздар, бұл сұйықтау болып келгендіктен тез араласатын болады. Осындай сгущенка қолдансаңыздар, осылай араластыра салуға болады. Егер жаңағы Три желания, деп және де Любовинка варенкаларын қолдансаңыздар, онда бірінші варенканың өзін бөлек араластырып алыңыздар. Сол кезде түйіршік қалмай, кремдеріңізде қою болып шығатын болады. Мен сіздерге кішкене көрсету үшін осылай жасап көрсетіп жатырмын. Міне барлық шет-шеттеріне жағып шығасыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазатын болсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де достар, каналдың ары қарай дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк басып қоюларыңызды сұраймын. Торт жасауға арналған арнайы осындай тегістейтін шпатель болса, осылай бетін кішкене тегістеп жіберуге де болады. Ол маңызды емес жалпы. Енді жаңағы алып қойған шапкасынан осындай крошканы мен блендермен езіп алдым. Сіздер қолмен майдалап үгітсеңіздер де болады. Осыны шет-шетіне әдемілеп орналастырып шығасыздар. Міне осылай үлкен қылып жасап, отбасыларыңызды немесе қонаққа жасасаңыздар да ұялмай дастарханға қоюға болады. Шет-шетіне түскен осындай крошкаларды да қасықпен жинап, әдемілеп орналастырып шығасыздар, және де өз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.